Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видео салтанат қақпасына арналады. Қазақстан астанасының ең танымал сәулет құрылыстарының бірі Мәңгілік ел. Ол Ұлытау аллеясы арқылы ботаникалық саябақтың жанында Мәңгілік ел көшесінің бойында орналасқан. Қақпа 2011 жылы ашылып, ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай салынған. Оның биіктігі 20 метр, яғни әрбір метр егемен Қазақстанның өмір сүрген жылын білдіреді. Қазақ халқының өмірі мен жетістіктері және Қазақстанның даму тарихы салтанатты қақпаның негізгі тұжырымдамасы. Сол жақта қазақ батырларының ерлігі мен батылдығын бейнелейтін ежелгі көшпенді жауынгердің мүсіні орналасқан. Өйткені ежелгі заманнан бері мемлекетті қорғау қазақ халқының басты және қасиетті құндылықтарының бірі болып табылады. Он жақта қазіргі Қазақстан әскерінің сарбазының бейнесі орналасқан. Ол қазіргі Қазақстанның сенімді қорғанысын білдіреді. Салтанатты қақпаның ішінде ұлттың басты құндылығы ретінде тәуелсіздік туралы бейнемен безендірілген. Мұнда Қазақстан тәуелсіздігі туралы алғашқы құжат, Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларация көрініс табады. Ақорда, Бәйтерек және басқа да нысандар. Екінші сурет қазақ халқының дамуы мен тарихын баяндайды. Сақтар, түріктер, қыпшақтар, қазақтар. Басты тақырып ұлы көш, яғни ұлы қоныс аудару. Бұл көшпелі өмір салттың алға жылжу мен дамуды білдіреді. Салтанатты қақпаның екінші жағында әйел ана мүсіні орналасқан. Ошақтың қамқоршысы. Ана бейнесінде отан ана, жер ана және ана тілі сияқты құндылықтар қарастырылған. Ақсақал мүсіні халықтың даналығы, руханилығы мен ойының символы. Даналық, данышпан және ғұлама. Тайқазан бірлікті, қонақжайлылық пен молшылықты білдіреді. Салтанатты қақпа қабырғалары қазақ ою-өрнектерімен безендірілген. Жоғарғы қабатта қазақ жауынгерлерінің қалқаны орналасқан. Ол қауіп-қатерден қорғауды, сенімділікті, табандылық пен жеңісті білдіреді. Әр мүсіннің астында мәңгілік белгісі бар. Ол барлық жағымсыз нәрселерден қорғау ретінде орналасқан. Жарық, жылу және жақсылық көзі. Ол мемлекеттің мәңгілік екенін білдіреді. Елтаңба мемлекеттік маңыздылықты көрсетеді. Күн өмір мен қуаттың қайнар көзін бейнелейді. Ал қалықтаған бүркіт бостандықтың, тәуелсіздіктің және болашаққа ұшудың символы. Қақпаның дәл астында жерасты өткелі бар. Оның орталық бөлігінде салтанат қақпасының алаңына шығуға болады. Бұл алаң мүлдем үлкен емес. Оны екі жағынан мәңгілік ел даңғылы айналып өтеді. Енді сізге қақпаның қызықты ерекшелігін көрсетемін. Лифтпен көтерілгеннен кейін біз бақылау алаңына жетеміз. Қақпаның ең жоғарғы жағында 7-ші қабат деңгейінде бақылау алаңы орналасқан. Осы жерде бола отырып, сіз Қазақстанның дәстүрлеріне, мәдениеті мен қазіргі заманына қол тигізудің бірегей мүмкіндігіне ие боласыз. Осымен біз шолуымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.